Бақытты болғысы келген кісі дүниенің құлы болуын тоқтатуы керек. Өйткені мұндай нәрсе уайым қайғы алып келеді. Кім байлық жинау арқылы немесе кісіге билік пен өктемдік беретін жоғары лауазымға жету арқылы бақытты болуға ұмтылса, ол ерте ме кеш пе ұтылғанын түсінеді. Өйткені дүниенің алдамшы қызығы өзімен қоса бақыттылықты өшіретін проблема, уайым қайғы ала келеді. Міне сендерді әу баста қалай жаратқан болсақ, бүгінде алдымызға дәл солай өздеріңе бергеніміздің бәрін арттарыңа тастап жалғыз келдіңдер. Әнғам сүресі 94 аяттан. Уа адамдар, алайда сендер дүниенің қу тіршілігін ұнатып, оны бәрінен артық көресіңдер. Дегенмен ақырет бұл дүниеге қарағанда әлде қайда хайырлы һәм мәңгілік. Ағла сүресі 16-17 аяттан. Ол кәпірлердің бір бөлігіне оларды сынау үшін берген дүниедегі тіршіліктің жылтыраған сән салтанатына қызығып, көзіңді сүзбе. Раббыңның өзіңе нәсіп еткен нығметімен ақыретте беретін ризық несібесі әлде қайда хайырлы һәм баянды мәңгілік болмақ. Таха сүресі 131 аяттан. Кедейлік пен байлық. Дүние мүлік түгелдей жамандық деп пенде оған ие болуға ұмтылмауы керек. Тіпті дүниедегілердің бәрі байғұс болып жамаулы киініп, азын-аулық нәрселермен азықтануы керек деп есептеу де дұрыс емес. Кедейлік жамандық. Егер олай болмағанда, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям дұғаларында одан қорғауды Алладан сұрамаушы еді. Сондай-ақ ол былай деген: тәкаппарландырған байлықтан, естеріңді есеңгіреткен кедейліктен сақтасын. Адамды байлық кейде есіртіп, көпіртіп отырып, тозаққа итермелейтіні анық. Байлығы асып тасыған талай адамдар дүниеге беріліп кетіп, Алланы ұмытып, ақыретін ұмытып, иман жолынан алыс қалғаны шын. Сол сияқты, егер кісі қатты мұқтаждықта өмір сүрсе, ол азап шегіп, арықтап, жаратқанға ғибадат жасаудан бет бұрады. Көп кісілер кедейлік арқылы келген сынаққа шыдай алмай, тағдырға наразы болып, шағымдана бастайды. Ислам кедейлікке шақырмайды. Біз ислам салмақтылық пен қарапайымдылық діні деп көп мәрте айтып келеміз. Баршылық та, жоқшылық та сынақ. Тәкаппарланып, есіріп кететін кісіге байлық бәле болғанмен, жаратқанның алдында байлықтың ақысын жақсы өтеп те тақуа өмір сүрген момын пенделер болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген: тақуа пенденің адалдан мал мүлкі болғаны қандай жақсы. Бірақ байлық пайда ғана алып келеді дегенде дұрыс емес. Арам іспен әлек болған бай кісілердің көбі байлығы болмағанда жаңағы күнәлі істерін жасамас еді. Бұл кісілер өздерінің байлығын жақсылық үшін емес, жамандық үшін пайдаланады. Сондай-ақ байлық та кедейлік сияқты кісіні жаратқанға құлшылық жасауға және жақсы істерді жасауына кедергі болуы мүмкін. Көп байлығы бар кісі қолындағы мүлкіне күндіз-түні назар аударуы керек болғандықтан, көбінесе діни парыздарын орындауға уақыты да, шамасы да болмайды. Бұл дүниеде байлығынан зекет төлегісі келмеген, садақа да бермеген, мұқтаж кісіге жәрдем бермеген қаншама сараң байлар бар. Егер кісі ешкімге мұқтаж болмаса, яғни басқалардан сұранбай, өзін және отбасын өзі қамтамасыз ете алатын жағдайда болса, ислам осыны қолдайды. Адал жолмен мал-мүлік табуға болады, және ол ислам үмбетіне қызмет жасау үшін қажет нәрсе. Сонымен бірге мал-мүліктің жетіспеушілігі де, артық болуы да кісіге қайғы алып келуі мүмкін. Молшылықта өмір сүрген және өзінің мал-мүлкін Алланың разылығы үшін, өзінің діни парыздарын орындау үшін және елге қызмет жасау үшін жұмсаған кісі қандай бақытты. Дүниеге басқаша көзқараспен қара. Сынақтар біздің әрбіріміздің басымызға келіп, бәле-кесапаттар бәрінің басына түсетін болғаннан кейін, біз бұл дүниеде сөзсіз қайғы алып келетін оқиғалардың бар екенін білуіміз керек. Демек,
біз оларды парасатпен қабылдап, ақылсыз кісілер жасайтын істерді жасамауымыз керек. Бәле кесапат не қайғы-мұң келгенде біз олардың жағымсыз жағын ғана ойламай, керісінше сабырлылық танытатын болсақ, олар әрбірімізді күнәлардан арылтатынын ескергеніміз дұрыс. Біз болып жатқан нәрселердің бәрінен жамандықтан бұрын жақсылықтарды көре білейік және басқалардың, жақындарымыздың кемшіліктерінен бұрын жақсы жақтарын байқайық. Өмірде өте көп сынақтарға ұшыраған пенделер бар, алайда олар тұрмысқа жымия қарап, өмірлерін қуанумен жалғастыра алады. Олар бақытты өмір сүре алады, сондай-ақ жақсы тұрмыста өмір сүріп, бірақ соған қарамай бақытсыз болған кісілер де бар. Өйткені олар өздерінде және айналасында болып жатқан нәрселердің бәрінен жамандықтарды көріп, жақсылықтарды байқамауға үйреніп қалған. Олар әрбір жағымсыз нәрселерге лупа арқылы қарағандықтан бүкіл өмірі қайғымен, қиналумен және уайымдаумен өтеді. Не үшін бұлай болады? Мәселе сынақтардың санында емес, мәселе біздің өмірді қалай қабылдауымызда. Біз ондағы жақсылықтарды көре білуіміз керек. Сонда ғана сары уайымға салыну, қайғыру және шарасыздық өзінен өзі жоқ болады. Кенет басыңа қиындық келсе, ол қаншама жамандықтарды алып келді деп зарлама. Одан гөрі, егер мен бұларға шыдап, сабырлылық көрсетіп, Аллаға тәуекел етсем, онда Алла тағала қаншама күнәлардан арылтады деп айт. Алла тағала бізге сынақтарды жіберумен, бізге күнәлардан тазалануға және сыйлыққа лайықты болуға мүмкіншілік береді. Бізді сынау арқылы пейішке баратын жолды ашады. Ал біз болсақ, шағымданып, күмән санап, наразылық танытып, шыдамсыздық көрсетеміз. Бұл түсініксіз емес пе? Сондай-ақ біз жасай алмай қалған нәрселеріміз үшін де қапа боламыз. Неге бір нәрсені толық жасай алмай қалғандай бола береміз? Біз әрбір кісінің ризығы ежелден өлшеніп бөлініп қойылғанын, біз өзімізге бөлініп қойылғаннан көп те, аз да ала алмайтынымызды ұмытып қаламыз. Егер бізге бір нәрсе келген болса, демек ол бізге тиесілі. Ал енді бізге бір нәрсе жетпей қалатын болса, демек ол бізге тиесілі емес. Сондай болғаннан кейін бізге сары уайымға салынып, қайғыға батудың не қажеті бар? Біздікі бізден өтіп кетпейді, ал енді басқаныкі бізге жетпейді. Онда не үшін қайғырамыз? Екі кісі түрмеге түсіп қалды. Біреуі өзінің камерасының терезесінен түнгі аспанға, жұлдыздарға қарап жымиып қояды. Ал екіншісі дәл сол терезеден кір көшемен лас тышқандарға қарап жиіркеніп отыр. Әркім нені көргісі келсе, соны көреді. Келіңдер, тек жақсылықтарды ғана көріп, өзімізді бақыттан құр қалдырмайық. Бақытты болғысы келгендер үшін қарапайым ережелер. Егер сен бүгінгі күнмен өмір сүрудің орнына өткен шақ пен келешек туралы көп ойланатын болсаң, бұл саған қайғы-мұң және мазасыздану алып келеді. Сондықтан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген: егер сен таңға шейін өмір сүрсең, онда кешке өмір сүретініңді күтпе. Ал енді кешке шейін өмір сүрсең, таңға шейін өмір сүретініңді күтпе. Өткенді оның уайымдарымен және қайғыларымен қоса ұмыт және бірталай уақыт өтіп кеткен нәрсе туралы ойланғанды тоқтат. Өйткені барып тұрған ақылсыздық және сенің уақытыңды әлі күшіңді алады. Келешекте болуы мүмкін деп есептелген жорамалдармен де өзіңді уайымға салма. Сынды байсалдылықпен қабылда. Өйткені сын басқалар байқаған бір нәрсені жасағаныңды білдіреді. Аллаға иман келтіріп, жақсы істерді жасау – бұл бақытты өмірдің нағыз өзі. Кім тыныштықпен тебіреніс іздесе, Алланы көп-көп еске алсын. Барлығы тағдырда жазылған, ұмытпа. Ешкімнен ризалық күтпе. Жамандыққа дайын бол. Сонда сен оны байсалдылықпен, сабырлылықпен тосып аласың. Егер жамандық сен күткендей болмай қалса, онда сен еш нәрсе болмағанына, немесе қиындық сен күткеннен қайта жеңіл екеніне сүйінесің. Кенет жағымсыз бір нәрсе бола қалса, онда бұл жамандықта да өзің байқамаған жақсылық бар болуы мүмкін екенін ойлан. Алла не жасаған болса да жақсылыққа жоры.
Алла тағаланың саған берген жақсылықтары туралы ойлан және олар үшін ризалығыңды білдір. Басқа көптеген адамдарға қарағанда өзің көп нәрсеге ие екеніңді ойлай жүр. Қиыншылықтан сөзсіз құтыласың және жеңілдік те сөзсіз болады. Бәле кесапаттардың оң ықпалы да бар. Олар пендені күмәнсіз екі дүниеде де пайда алып келетін амалға, жаратқанға шын жүректен дұғамен жалбарынуға мәжбүр қылады. Сынақтар кісінің көзін көптеген мағыналы ақиқаттарға ашып, оны шыңдайды. Әлбетте, қиыншылықтардан кейін жеңілдік келеді. Болар болмас нәрселер үшін уайымдама, мағынасыз нәрселерге уақытыңды құртпа. Ашуланба және тағы бір мәрте ашуланба. Әлбетте, Алла кешірімді, мейірімді. Өмір сүру үшін кісіге көп нәрсенің де керегі жоқ, және егер сендегі нәрселер жетпейтін болса, онда көп нәрсе жоқ екеніне мұңайма. Сендердің ризықтарың және сендерге уәде қылған нәрселер аспанда. Адамдар қауіптенген нәрселердің көпшілігі болмай қалады. Сынақтарға душар болып, оған сабырлық қылғандардан үлгі ал. Әлбетте, Алла тағала сүйген құлдарын сынақтарға салады. Еңбектен, пайдалы іспен шұғылдан, жақсы істерді жаса, әрбір минутыңды текке жіберме және бос уақытың қалмай қалу үшін әрекет жаса. Өсектерге қарама және оларға сенбе. Жаратқанға жалбарынып, қиыншылық келген уақыттарда оған дұғалармен көп сыйын. Ашулану, көре алмастық және өш алуды аңсау дұшпаныңа қарағанда өзіңнің денсаулығыңа көбірек зиян келтіреді. Саған келген сынақтардың бәрі өзіңнің күнәдан тазалануыңа негіз болады.